Бағдарламаның басты демеушісі Молапорт. Димаш Құдайберген тағы бір әлемдік жүлдені жеңіп алды. Димаш Гонконгта жылдың үздік ер әншісі номинациясын жеңіп алған. Айта кетейік, бұған дейін Димаш Азияның ең танымал шет елдің әншісі номинацияларының иегері атанған еді. Поп жанрында ән салатын талантты еңбекқор қыз Зируза Алматыда фан-митингісін өткізді. Әнші бұл жанкүйерлермен кездесуді бірнеше ай бұрын жоспарлағандарын айтады. Фан-митингті біз осыдан 2-3 ай бұрын жоспарлағанбыз. Ерлан ағай жоспарлады, және де біздің фандом Loyals осыдан 1 ай, 2 ай бұрын өздері де сұрап жатты, фан-митинг бола ма деп. Солай бүгінгі күнге осы фан-митингті қойдық. Бәрі өте керемет өтті деп ойлаймын. Кездесу кешіне келген жанкүйерлердің санында есеп жоқ. Мұндай аншлагты Зирузаның өзі де күтпесе керек. Айтса екен деп тезірек, орнығын келсе жүрегімнен. Loyalстар негізі бүгін өте көп болды. Сұрақтары да өте қызық болды. Соның ішінде бір кішкентай қыз ба әлде білмедім, бір қыз сұрақ қойды. Ол сұрақ: сіз неше жасыңызда отбасы құрасыз деп сондай сұрақтарға дейін барды бүгін. Барлықтарын ұнады деген ойдамын. Зирузаның тыңдармандарының көбісі 14-15 жастағы жасөспірімдер. Олар сүйікті әншілермен кездесуге түрлі сыйлықтарды алып келген екен. Ал Зирузаның өзі ерекше әсерде болды бұл кеште. Әрине, Loyalстарға негізі алғысым шексіз, өйткені өздерінің уақыттарын бөліп, маған осы күнге жаңағы көптеген сыйлықтар әкеліп жатыр. Олар жаңағы тәтті шоколадтар, немесе торт, өздерінің қолдарына жасаған тортты да әкеліп жатыр. Сондықтан мен өте бақыттымын негізі. Айтқандай, бұл ғана емес. Бұл кеште әншінің жаңа әнінің тұсауы кесілді. Ол үшін Зируза да, жанкүйерлер де дән риза. Біздің бүгін алғашқы әніміздің тұсау кесері болды. Осы жерде мен жанды дауыста айттым. Loyalстарға ұнаған сияқты. Жақын арада біз бейнебаян түсіреміз. Сондықтан күтіңіздер, өте қызық болады. Алдағы уақытта талай жаңа әндер мен бейнебаяндар таспалауды жоспарлап отырған жас әнші тыңдармандарына тосын сыйлар да дайындап жатқан көрінеді. Ол үшін жанкүйерлерге тек күту керек. Ал біз еңбекқор қызға сәттілік тілейміз. Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Әлішер Каримов Астанада Экспо 2017 көрмесі аясында жүрегім атты шығармашылық кешін өткізді. Әнші бұл кешті көптен жоспарлағанын және асыға күткенін айтты. Негізі бұл үлкен сахнада Экспо көрмесінде арманым болған, ниетім болған. Өйткені басқа елдерде өткенде, сол елге барғанда өздерінің әншілері, жұлдыздары үлкен дәл сондай амфитеатрда концерт бергенде мен де соны армандадым. Құдай қаласа 2017 жылы бізде болғанда осындай концерт берсем, ниетім таза екен. Бір емес, 2 концерт өткіздік. Жас пен кәріні, үлкен мен кішіні өз кешінен көрген әншінің арманы да орындалғандай еді. Жалпы 2 бірдей концерттің өту деңгейіне Әлішердің өз көңілі толған екен. Әнші бұл қуанышын Музон арнасымен де бөлісті. Жоғары деңгейде дыбыстан бастап жарығы, ұйымдастырушылар, администраторлар әрбір жағынан әрине жоғары деңгейде, және де сол деңгейді халық байқаған
шығар деп ойлаймын. Өйткені халықтың қошеметі деген үлкен және де жақсы болған. Жалпы үлкен сахналық кештерде өнер көрсететін Әлішер Каримов үшін бұл кеш тіпті ерекше болды. Себебі ашық аспан астында өнер көрсетудің рахатын алғаш рет сезінгенін айтып мақтанып алды. Бұл концерттің ерекшелігі негізі мен ашық ауада концертті көп ұнатпаймын, бірақ осы концерт енді сол ерекше болды. Бірақ жақсы екен ашық ауада да концерт беру. Айта кетейік, Әлішер Каримов дәл осы жүрегім атты концерттік бағдарламасын наурыз айында Алматы қаласы мен бірнеше облыстарда қойған болатын, және осы аттас ән жинағында шығарған еді. Бағдарламаның басты демеушісі Мола Порт.